Бүгін сіздермен 7 шелпек жасайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, өте жақсы шығады. Қазір рецептін сізге көрсететін боламын. Ең алдымен бізге сүт керек. Жылы сүт. Сүтіне бір жұмыртқа қосамыз. Сосын тұз қосамыз және сода қосамыз. Жақсылап отырып осылардың барлығын араластырамыз. Енді үстіне ұн қосып илейтін боламыз. Достар, біздің каналға подписаться кнопкасын басып, лайк қойып, астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай нанды илеп жатырмын. Почти иленіп болып қалды. Илеп болғаннан кейін біраз 10-15 минутта қоя тұрып, бетін жауып, содан кейін алып осылайынан турап бірнеше бөлікке бөлеміз. Міне бірнеше бөлікке бөліп алғаннан кейін барлығын домалақтап, ұнға аунатып шығамыз. Осылайынан домалақтап алғаннан кейін оны шелпекті жаятын боламыз. Міне шелпегіміз дәл осындай формада жайып аласыздар. Өте жұқа болып кетпесін. Жайып алған шелпектерімді үстінен осылайынан пышақпен тізіп шығамын. Міне біздің шелпектеріміз дайын. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіз де осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Жасағаннан кейін міндетті түрде комментарийда бөлісіңіз.